Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра София-қызы бүгінгі видеода гуляш деп аталатын дәмді тағамның рецептімен бөлісетін болам. Бұл менің ең сүйікті асымның бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен достар, етімізді турап алатын боламыз. Менде жылқының еті, кез келген етті қолдана аласыздар. Осылай ұзынша қылып турасаңыздар, өте әдемі көрінеді. Енді сковородкамызды газдың астына қойып, ішіне сұйық майымызды құйып, қыздырып, етімізді салатын боламыз. Неке қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей етіміз қып-қызыл болды. Енді оның үстіне пиязымызды осылай турап, үстіне салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Барлығы қуырылғаннан кейін томатымызды салып, жақсылап қуырып, үстіне суымызды құйып, қайнатып алатын боламыз. Етіміз піскенше ұстайтын боламыз. Егер де сіздерге томат көп салған ұнамаса, аз ғана салсаңыздар жеткілікті. Енді құрғақ осындай табамызға 2 қасық ұнымызды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бұл бізге қазір соус ретінде құйғанға қажет болады. Неке осылай барлығын оттың астына қатты қоймаңыздар, күйіп, күйіктің дәмі шығып кетпеуі қажет. Неке аз ғана қызарса жеткілікті. Менде осылай қызарды. Одан кейін біз табағымызға салып, үстіне суымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мөлшерде жазылған судан егер қатты көп қажет болса, тағы да қоссаңыздар болады. Егер де сіздерде қою болып кеткен жағдайда кішкене су қоссаңыздар болады. Неке суы тартылып пісті бізде етіміз. Оның үстіне осы соусымызды құйып, бір қайнатып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің гуляшымыз пісті. Егер де сіздерде қатты қою болып кетсе, су қоссаңыздар болады. Неке енді қасына осындай пюрені қолдандым. Гарнир ретінде кез келгенін қолдана аласыздар. Пюре болмаса рис қолдануға да, гречка, өз қалауларыңыз бойынша қолданасыздар. Менде пюренің жасалу жолы 5 құпиясымен бөліскен болатынмын. Міндетті түрде астына ссылкасын қалдырып кетемін, кіріп көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шығатын пюренің жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Және де достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қандай да бір рецепт күтетін болсаңыздар, комментарийде жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздермен болған келінка Майра құландық келінен осындай дәмді гуляшты дайындап көріңіздер.